жұмысымызға қажетті заттар жіптер және де крючок номер 4 және де осындай бізге парақ пен ручка керек болады. Яғни қазір сіздерге толық түсіндіретін боламын. Мен осы жилетканың алдына осы суретті түсірмекшімін. Яғни оны бірінші қолын, осы басын ақпен тоқимыз да, ал мына жақта белгіленіп тұрған қызылмен, яғни ол осы негізгі түс, яғни осы көк түспен, қоңыр көкпен тоқитын боламын. Құлағының іші де және де алдына осы әдемі болып тұру үшін, яғни жакетімізді ашу үшін қызыл түстен, бордовый түстен алдына жүрекше түсіретін боламын. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, мына жерде бір X етіп белгілеп қойғаным, бір столбик без накиданың орнын басады. Яғни бірінші қатарда 1X, екінші қатарда 3 рет, яғни қызылмен, яғни тоқу барысында түсінікті болады. Және де мына жақта белгіленгендер, яғни бұл біздің қатарымыз бірден бастап 27. Бұл мына аюдың 27 қатарда аюымыздың жаңағы бейнесі шығады. Ал жүрекшемізге қосқанда, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 27-ге 9-ды қосқан кезде 36, яғни 36 бар жоғы 36 қатар, яғни 36 қатарда жакетіміздің алдына осы сурет түсетін болады. Ал мына жерде тағы да айта кететіні, мына қарамен белгіленгендер, бұл біздің аюымыздың қанша қатар, қанша столбик без накида тоқитынымызды жазып қойғанмын. Мына жақта жүрекшенікі санап отырып тоқитын боламыз. Жилетканы тоқуды бастамас бұрын оның үлгісін сызып аламыз. Алда тағы да кесте арқылы түсіндіретін боламын. Енді мына жаққа қараңыздар. Кестеде, яғни мен 4 жасқа арнап тоқығандықтан, оның көкірек бөлігі, яғни көкірек бөлігін 58 сантиметр, оған бос тұру үшін 4 сантиметрді қосамыз, сонда 62 сантиметр болады. Яғни 62-ні бөлеміз 2-ге. Яғни алдыңғы бөлігі және артқы бөлігі 2-ге бөлеміз, сонда 31 болады. Ал биіктігі қолтығына дейін 22 сантиметр болады. Қолтығы орнын қалдырып кетеміз, яғни ойық етіп 4 сантиметр. Одан кейін қолтықтан иығына дейінгі аралық 16 сантиметр болады. Яғни иығындағы ұзындығы 6 сантиметр. Ал ортасындағы, яғни алдыңғы жағы, ойық жағы 11 сантиметр етіп аламыз. Яғни осы не арқылы, үлгі арқылы тоқитын боламыз. Қазір кестемен түсіндіремін. Қазір экранға кесте шығады. Осы кестеге қарасаңыздар, мен 4 жасқа арнап тоқып жатырмын. Яғни біздің өлшемі, көкірегінің өлшемі 58 сантиметр. 58-ге кең болып тұру үшін, яғни 4 сантиметрді қосамыз, сонда 62 сантиметр. 62 деп отқанымыз, яғни біз, мен мына жақта дайын ілмектерді көтердім. Бұл, яғни осы ілмегіміз барлығы 62 сантиметр шығу керек, яғни өлшеген кезде. Мінекей 31 сантиметр, яғни бұл бітіп жіпті тартып өлшемейсіздер, бос күйінше тұру керек. Яғни 62 сантиметр шыққанға дейін, яғни осы ілмектерді көтереміз. Яғни жіптеріңіз әркімдікі әрқалай болады, крючоктың номеріне қарай әртүрлі болады. Менің жағдайымда менің ілмегімнің саны 113-ті құрап отыр. Ал енді тоқуды бастаймыз. Мен тағы да бір айта кететінім, мен бірден екі жағына ешқандай қосу тігіссіз, екі жағын қоспай бірден айналдырып тоқып кететін боламыз. Яғни жакетіміздің алды 3 бұрышты болып келетін болады.
Мінекей 113 тоқыдық. Енді бірден резинка тоқитын болғандықтан біз резинканың яғни 3 петля көтереміз. Мінекей 3 петля көтердікте крючогымызды крючокқа жіпті іліп алдық. Қазір мынаны дұрыстап жіберейін. Мінекей крючокқа жіпті ілдірдік. Енді 4-ші тұрған петлядан бастап, мінекей 1, 2, 3, 4-ші тұрған петлядан бастап, яғни резинкасын тоқып бастаймыз. Міне. Дәл осылай өзіміз соңына дейін, осылай ілмектермен соңына дейін тоқимыз. Соңғы жағына дейін тоқып келдім. Енді біз тұйықталған күйінде жакетімізді тоқып бітіретін боламыз. Сол үшін мына екі ұшын бір-біріне қосып аламыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Біз соңындағы алған мына жердегі петля бар ғой, соған қайтадан крючогымызды салып, мына ұшын оңынан әкеліп аламыз. Осылай мінекей оң күйінде. Сөйтемізде ең соңындағы біз 3 петля көтердік қой жұмыстың басындағы. Сол 3-ші петлядан крючогымызды салып, жібімізді шығарып аламыз. Сосын мынау тұрған 2-ші жіптен де шығарып аламыз. Крючокта 3 жіп, 2-інен шығарамыз. Ең бірінші, одан кейін тағы қалған 2-інен шығарамыз. Енді барып мынау тұрған 3-ші петлядан жұмысымызды біріктіреміз. Мінекей. Енді ары қарата резинкамызды тоқып бастаймыз. Мінекей оң алдым. Оң бетінен тоқып жатырмын. 2 петля көтердім. Крючокқа жіпті ілемде. Енді оң теріс рельефный, яғни кедір бұдырлы тоқып бастаймыз. Мынау тұрған 1-ші тұрған бағаннан алдыңғы жағынан аламыз. Мінекей. Енді крючокқа жіпті ілеміз. Тағы да оң аламыз. Міне. Енді теріс аламыз. Яғни арт жағынан крючогымызды салып, столбикісін әкедім, яғни бір баған тоқыдық. Енді тағы да арт жағынан аламыз. Мінекей. Дәл осылай резинкамызды соңына дейін 2 оң баған, 2 теріс баған тоқу арқылы қатарымызды аяқтаймыз. Қазір біз 1 және де 2 қатар тоқыдық. Біздің жилеткамызға, яғни резинкасы 3 қатар етіп тоқимыз. Дәл осылай тағы да 1 қатар тоқимыз осыдан кейін. Яғни келесі қатарда тағы да оң бағаннан оң, теріс бағаннан теріс тоқу арқылы резинкамызды өзіміз аяқтаймыз. Яғни 3 қатар тоқып, содан кейін кездесетін боламыз. Міне мен 3 қатар резинкасын тоқып алдым. Енді суретімізді аюды түсіру үшін ең алдымен санап аламыз. Менде осы аюдың суреті енінен санаған кезде, яғни бізде осы сурет шығу үшін ең үлкен енін тауып аламыз. Яғни бізде міне ең үлкен ені мына жақтан және міне мына жақ. Осы 2 аралық. Осы 2 аралықты санаймыз. Менде 35 петля шықты. Яғни біздің суретіміз 35 петля, ені 35 петля. Енді есептейміз. Менде осы резинка, яғни 116 петля. 116 петляны жазып аламыз меха. 116. Так. Мінекей 116 петляны бөлеміз 2-ге. Сонда 58 шығады. Яғни алдыңғы жакетіміздің алдыңғы бөлігі
58 петля, арты 58 петля. Енді 58 петлядан 58-ден аламыз. Біз мына жақта суретіміздің ені 35 дедік қой, 35 петляны алып тастаймыз. Сонда 23 шығады. Енді 23-ті біз не істейміз? 2-ге бөлеміз. Суретіміз дәл ортада тұру үшін. 23-ті бөлеміз 2-ге. Сонда бір жағы 11, бір жағы 12 шығады, е? Мінеке, бір жағы 11, бір жағы 12 шығады. Енді оны санаймыз. Міне жұмысымыздың басы, міне осы басынан бастап, міне 2, міне 1, 2, 3, 4. Так, 4-ті 5, 5-ті 2 көбейтсек 10, 11, е? Мына жағы 11. Одан кейін мына жағы 11. Мына жағы 12. Бір жағы 11, бір жағы 12. Енді жүрегімізді қараймыз, жүрекшеміз. Жүрекшені санаған кезде дәл ортасы мінекей. Осы дәл ортасы мына жаққа қарай менде 17 петля, мына жаққа қарай 17 петля болды. Енді сол 17 петляны шығарамыз. Мінекей бізде мына жақтан мына жаққа дейін 17 петля, мына жақтан мына жаққа дейін 17 петля. Енді тоқуға кірісеміз. Яғни осы мына жақтан бастап біз қызыл түсті, яғни бордовый түспен жүрекшені тоқып бастаймыз. Яғни өзінен шыққан, яғни жүрекше тоқимыз. Ал енді біз жилеткамыздың ең негізгі бөлігін столбик без накидамен тоқуды бастаймыз. Бір петля көтеремін. Енді келесі петлядан бастап, яғни осы бірінші тұрған бір петля көтерген тұсқа тағы да бір петля тоқимын. Мінекей. Енді тағы да келесі тұрған петлядан бір петля. Яғни жай столбик без накида арқылы өзіміз осы тұсқа дейін, яғни белгіленген маркерге дейін осы негізгі түспен тоқып шығамыз. Міне мен жүрекшеге дейін, белгіленгенге дейін маркер бір петля тоқыдым. Соңғысын тоқымадым соңына дейін. Енді бізде жүрекшенің ұшы мінекей. Бір клетка, бір столбик без накиданың орнын басады. Осы жібімізді, яғни бұлай қоямыз. Жіпті шығарып аламыз. Және де мынау көк түсті жібімізді сәл тартамыз. Енді біздің маркеріміз қажет емес, оны алып тастасақ болады. Енді әрі қарата мына ұшын осы жіппен бірге тоқып кетеміз. Бордовый жұмыс жібімізді қолымызға ілдіріп, келесі тұрған маркер белгіленген алып тастадық қой, соның орнына мінекей өйстіп шығарып аламыз да. Енді осы жібіміз артқа қарай тастаймыз, теріс бетіне. Келесі, яғни жұмыс жібімізді осы екі бордовый түстен шығарып аламыз. Мінекей. Осы мына жұмыс жібіміз бордовый түс тоқылып атқанда тоқымаймыз, артқа осылай тастап кетеміз де, ал мына ұшын тоқып кетеміз арасынан салып. Енді әрі қарата көк түспен айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей. Осылай тоқып кетеміз соңына дейін. Салған суретімізге қараймыз қазір. Міне суретімізге қарасақ, бізде ешқандай, мына жақта ешқандай суреттің орны жоқ. Сол үшін осы негізгі көк түсті жібімізбен айналдыра тоқып шығамыз. Яғни айналдыра осы басталған жағына дейін өзіміз тоқимыз да, әрі қарата жалғастырып,
осы жерге дейін өзіміз өз бетімізше тоқимыз. Жай столбик без накидамен. Ары қарата мінекей ұшын қалай 3 жіппен жүрекшені ары қарата қалай тоқитындығын көрсететін боламын. Міне жүрекшенің ұшына келдім. 2 петляны тоқымадым. Қазір соның біреуіне крючокты салып, жартылай тоқимыздағы осы бордовый түсті осы 2 петлядан шығарып аламыз. Осылай. Кішкене көк жібімізді тартамыз. Енді бізде келесі тұрған, яғни мына арасына тоқимыз былай. Мына негізгі түсімізді осының арасына салып отырамыз. Енді бізде тағы 1 петля қалды ғой. Осы 1 петлядан тағы да мінекей біреу алдық. Қызылдың үстінен тағы да тоқимыз. Мінекей. Тағы да қызылдан кейінгі петляға тағы да осы түспен тоқимыз. Мінекей. Бізде міне мына ұшын тоқыдық. Одан кейінгісін міне үшеуін бордовый түспен тоқыдық. Міне 3 петля. 1, 2, 3. Енді ары қарата көк түспен тоқып кетеміз. Мына жаққа қате кетіп қапты. Кешірім сұраймын. Мына жерден уже біз негізгі түсті тоқуға келген кезде соңындағы осы соңына дейін тоқымаймыз. Петлядан, яғни осы көк жұмыс жібімізді шығарып аламыз. Ол яғни бізде если мынаны бордовый түсті шығаратын болсақ, біздің жүрекшеміз әдемі шықпай қалады, яғни түстері шатасып кететін болады. Сол үшін осылай істейсіздер. Ары қарата өзінің бұрынғы қалпымен тоқып, жай столбиктерді тоқып кете береміз. Мінекей осылай айналдыра тоқи береміз. Мінекей жай осылай тоқып кете беретін боламыз. Осы жерге дейін өзіміз 3-4 петля қалғанға шейін өз еркімізбен дәл осылай тоқитын боламыз. Міне мен жүрекшеге 1 петля қалғанға дейін жартылай осын тоқыдым. Менде тағы да мынақта 1 петля қалды. Енді біз жібімізді ауыстырамыз. Яғни осы бордовый түсті жіпті осы 2 петлядан шығаратын боламыз. Көкті кішкене тартамыз. Және де ары қарата келесі тұрған көк петлядан, яғни осы қызыл түстіні аламыз. Мінекей. Ары қарата осы қызыл түстінің үстінен тоқып кете береміз. Міне осылай біреу тоқыдық. Мінекей тағы да біреу тоқимыз. Одан кейін тағы біреу. Және де тағы да біреу тоқимыз. Мінекей. Мұнан соңына дейін тоқымаймыз, айтпақшы. Мінекей. Енді қараңызды. Біз мына жақта мінекей 1 петля ұшын тоқыдық. Мінекей. Одан кейін 3 тоқыдық. Енді 5 тоқып жатырмыз. Енді санаймыз. Бізде 5 шықты ма? Мінекей 1, 2, 3, 4. Міне мынау соңғысы, бұны мына көк түсті жіппен алмастырамыз. Мінекей. Енді ары қарата осы негізгі түсімізбен тоқып кете береміз. Мына кішкене тартамыз. Мінекей осылай. Мінекей кішкене жүрекшеміздің бейнесі шығып жатыр. Жаймендеп. Дәл осылай өзіміз соңына дейін тоқимыз. Негізгі түспен. Сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Енді бізде мына жақта қарасаңыздар, міне 5 тоқыдық. Келесіде неше тоқимыз? Мына жақтан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни әр қатар көтерілген сайын бізге 2 петлядан, яғни қызыл түстен қосылып кете береді. Қазір айналып келіп тағы да тоқимыз. Міне 2 петля қалғанға дейін тоқимыз. Мына жақтан жартылай тоқып қоямыз. Әр 2 петля қалғанға дейін осы жаққа дейін қазір қайтадан бір рет көрсетейін, сіздерге түсінікті болу үшін.
мінекей соңына келгенде жүрекшеге дейін 2 петля қалдырдым. Бір петляны соңына дейін тоқымаймыз. Көк жібімізді тастаймыз да мынау тұрған қызыл түсті осы жаққа алып келеміз. Мінекей осылай. Және де мынау көк жібімізді осының арасына қойып тоқып кететін боламыз. Енді сәл тартамыз көкті. Енді әр қарата осы қызылды тоқып кете береміз. Мінекей. Яғни бұл қатарда 1, 2, 3, 4, 7 қызыл түспен тоқитын боламыз. Соңғысы мінекей қызыл түспен тоқыдық. Бізде жүрекшенің кішкене сұлбасы пайда бола бастады. Енді дәл осылай өзіміз соңына келгенде көкпен аламыз. Мінекей осылай. Енді осы қызылды тастап кете береміз артқа қарай. Дәл осылай өзіміз айналдыра сіздерге көрсеткенімде 2 петля қалғанға дейін тоқып, әр қарата қызыл түстіні жаңадай етіп тоқисыздар. Мінекей ондай қатарды біз 1, 2, 3 көрініп тұрма сіздерге. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 9 қатар осылай етіп өзіміз тоқитын боламыз. 10-шы қатардан бастап бізде басқа түспен, яғни қоянның қолын шығара бастаймыз. 9 қатарды дәл осылай мен көрсеткенде етіп өзіміз жүрекшенің жарты жеріне дейін айналдыра өзіміз тоқып шығайық. Түсінбегендеріңізді комментарийден сұрасаңыздар болады.